Армысыздар, құрметті қауым. Орталық аудандық кітапхана сіздерге 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Қазақстан достық мекен атты бейне презентацияны ұсынады. Сіздерді Қазақстан халықтарының бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Bir шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Қазақстан халқының бірлігі күні Қазақстанда жыл сайын тойланатын мереке. 1995 жылдың 18 қазанында 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні деп жарияланды. Мереке 1996 жылдан бастап тойланады. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған еліміз үшін бұл мерекенің орны ерекше. Қазақстан Республикасында қазіргі таңда 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар мекендейді. Тарих көшінің белгілі бір кезеңінде тағдыр тауқыметін арқалап, солақай саясаттың құрбанына айналып, елімізге келіп қоныстанған ұлттар мен ұлыстар үшін қазақ жері киелі алтын бесікке айналды. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін бір жырын, татулығын жырға қоссам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді халқымыз. Бұл сөз тегінен тегін айтылмаса керек. Ауыз бірлік пен түсіністік, қарапайым сыйластық, үстемдік құрған жерлерге қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп, ілгері басып келеді. Ұлтаралық татулық арқасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман. Осы берекеміз бұзылмағай. Қазақстанда тұратын барша ұлт арасындағы айнымас достыққа сыға түспесе екен.